Армысыздар, қазақ елі, менің есімім Құрал болады. Біз осы мынау соңғы жылдары мына Қытай елі, сол біздің Қытайда тұратын қандастарымызға қысым көрсетілгені туралы мәселе осы әлеуметтік желілерде қызу талқыланып жатыр. Осы орайда Қытайдан келген қандастарымыз шын мәнінде ол жаңағы Қытайдағы қандастар арасында мынау Жарқын жеті деген лақап атпенен танылған жаңағы, яғни Серікжан Бияштың қандай уағыздар жүргізген ол жерде деструктивті діни уағыз, саяси сондай уағыздар жүргізгенін біз осы күнге дейін бірнеше рет айттық. Оны Қытайдан келген қандастарымыз айтып отыр. Соны қазір мына Алматы қаласына мынау бір азамат келіп еді Қытайдан. Сол азамат қазір эфирді өзіне бұрам, өз айтады сол жерде. Бұл азамат негізінде бұрын осы Жарқын жетінің, яғни Серікжан Бияштың уағыздарын тыңдап, кәдімгі сақал қойып, көкірегіне дейін түсетін, тіпті керек болатын біз Сирияға дейін аттануға әрекет жасаған. Қазір бұл жайында өзі толығырақ айтып береді, камераны өзіне бұрам қазір. Армысыздар, қазақ елі. Менің атым Садыржан Әният. Қазіргі кезде мен солтүстік Қазақстан, Петропавлда тұрам. Жасым 36-да. Мен осыдан бұрын Құрал бауырымның айтқан сөзге келсем, осыдан бұрын мен 2010 жылы 10 айда октябрьда, яғни мен намаз бастадым. Содан 2011 жылы 2 айлардан бастап мен мынау ұйғырлар менен, сол жақтағы ұйғырлар менен жұмыс жасай бастадым. Сол кезде бұлар маған кәдімгідей әңгіме айтып жүрді. Мен енді одан бұрын жай намаз оқып келедім. Оны сол жақтағы келген туыстар да біледі. Осы Алматыда тұрады, Алматыда көргенде осы Қазақстан жерлерінде менің келген жерлестерім бар, солар біледі. Мен 3 айға дейін тәуір жүрдім. 3 айдан кейін мен ұйғырлармен араластым, содан қайтып келдім ауылға. Аудан мен ауылдың арасы ғой, 50 километр. Ұйғырлармен біраз жұмыс жасадым, сол жерде жүріп, мен осы Жарқын жеті деген бір бауырымыз деп айтамыз, ол кезде бауырымыз дейтінбіз. Жарқын жетінің уағыздары енді маған кішкене қазақша түсінікті болды. Қатты тыңдадым, сүйіп тыңдадым, сөздерінің бәрі керемет, бағана жүрекке жағады, сондай сөздер. Бағана бізде Қытай қалай істеген, Қытай бізді қай уақытта қырған, қай уақытта бізге зұлымдық жасаған, соның бәрін сол бағанағы Жарқын жеті айтып жүрді. Сол кезде кейіндеп бұның уағыздары, бағанағы діни уағыздары көбейе бастады. Тыңдадым, жатып алып тыңдайтын едім. Сондай жақсы көретін, фанаты болдым мен оның. Сол Қытайда 2011 жылдары. Оның шын аты кім екенін мен білген емеспін. Біз өзіміз ұйғырымыз бар, қазағымыз бар, тағылып тыңдайтын едік. Сол кезде мен айтатын еді ұйғырлар, мынау біздің әміріміз болады кейінде. Әмір деген бағана діни басшы, діни көсем деген сөз. Біз енді оны білмейміз ғой шын атын кім екенін. Өйткені оның бағанағы қымыз жайлы айтқан сөздері бар еді. Мынау қымызды ішуге болмайды, бұл қарам деген. Сосын бағанағы мына қазақтың наурыз көжесі. Қазақтың кәдімгідей наурыз көжесі. Мен осыны сондай жүрегіме кіргізгенім соншалық, бір күні біздің үйде наурыз көже болатын болды. Үлкен қазанға наурыз көжені жасап ауылдағы кісілер шақырды. Ауылдан кісілер шақырды. Мен деген сақал дегенді қойбаған, мынадан балақ деген қысқа. Ол кезде мен сондай қатты кеткенім соншалық, намаз оқымағандардың бәрін кәпір дейтін едім. Намаз оқымағанды кәпір дейтін едім. Темекі жекпек түгел, арақ ішпек түгел, намаз оқымаған адамның ана темекі шеккендер, арақ ішкенде мен жаныма жолай алмайтын еді. Сол кезде ана үлкен бағанағы сөзімнің басына қайтайын. Бағана наурыз көже жасап жатқан үлкен қазанға мен келдім, сондай бір ашуланып келдім да, ей дедім, мен қанша жыл баққан ағам. Менде бағанағы Жарқын жеті бауырымыздың, яғни біздің өз ішімізде сайлабаған, өзіміздің сайлабаған әміріміздің айтқан сөзі бар. Наурыз көже бұл шамандардікі, бұл біздің дінімізде жоқ нәрсе, біздің ата-бабамызда жоқ нәрсе деген сөзі бар ғой. Наурыз көжесі емес қой, наурыз мейрамын. Наурыз мейрамы кәдімгі. Наурыз көжесімен қоса айтқан солай. Сол наурыз мейрамы ғой. Сода біз көже жасап жатырмыз, наурыз көже жасап жатырмыз. Наурыз мейрамында, яғни 22 наурызда. Оқсас осы жақты мен. Сол кезде мен қатты сондай бір ашуланып айтқаным бар. Күні бүгінгі сол ауылдағы кісілердің бәрі біледі, көзі тірі. Әне күні ғана сөйлесіп отырмын соларменен. Сен айтып едің ғой. Жақсы. Сол кезде мен былай айттым. Мынау сендердің ішіп отырған наурыз көжелеріңді ішуге болмайды, бұл арам, бұл бидағат, бұл серік, бұл ауыр күні, бұл шамандардікі деп тұрып айтқым. Өйткені мен оны өзіміздің бауырымыз, өзіміздің бағанағы сайлап алған көсеміміз,
жарқын жетінің уағыздардан тыңдағам. Мен сондай қатты содан үйренгем десең. содан үйренгем. Жалпы ол жарқын жеті сол Қытайдағы қандастар арасында вичат чаттарында дейді ма? Не дейді? Сол жерде жаңа не деп уағыз айтқан ол жерде? Вичат чаттарында неше Қандай түрлі діни саяси уағыз соны айтшы. неше түрлі уағыздары болды. Оның бағанағы Қытайға қарсы көтерілу керек. Бірінші мына жер біздікі, мынау біздің мекеніміз, ата-бабамыздың мекені, біз осыны үшін көтерілуіміз керек. Мына Қытайлар біздің қыздарымызға орамал тақтырмай жатыр деген сықылды неше түрлі сөздері бар. Енді оның бәрі Орамал ма, хиджаб па? Хиджаб дейміз ғой, енді қазақшасын айтып отырмын, орамал деп. Хиджаб тақтырмай жатыр бізге, біздің дінімізді шектеп жатыр деген неше түрлі сөздері бар. Оның бәрін біз тыңдағанбыз, тыңдап өстік те. Соның кесірінен тіпті көптеген мен міне айтам 2000 мен өзі қатты кеттім деп айтар. Мен жанында қаншама адамдар болды. Мен міне осы жерде отырмын. Мына Қазақстанның дәмәсісін мені. Мен өтірік сөз қоссам сөзіме. Менің мақсатым мына Қазақстанға келу емес еді. Өйткені біз бағанағы бізді басып алған, бізге зұлымдық жасаған Қытайға қарсы көтерілу мақсатында бағанағы қаншама енді жалғыз жарқын жетемес сол жерде анау Қашқардың бас имам болған, бүкіл халқара біледі, Әсем Мақсум деген бір қатты уахабист болған, Ұйғырдан шыққан Қашқар мешітінің бас имамы. Соның оны бағана 2008 жылы Өзбекстаннан 38 қазақ, 38 ұйғыр, 2 қазақты бастап қашады Әсем Мақсум деген. Ол баяғаны бәрің білесіңдер, Бин Ладен деген бар Әл-Қайда ұйымы, соның тобына қосылады. Бин Ладен, біз сөйтіп айта саламыз енді. Соның тобына қосылады. Сол жерден бізге шақырады, біз ол кезде бұндай Facebook, YouTube деген нәрселер жоқ Қытайда, бізде дискалар таратылады деді. Содан кейін бағанағы домитика деп қоямыз, пляшка. Флешка, я. Сода бізде бағанағы жарқын жеті бауырымыздың бізге пляшкеге бір қанша уағыздар береді, бағанағы 4 жылық. 4 жылық. Соның үшін толған соғысының уағыздары мен қойға шықсам да, күндіз тұрсам да, ұйықтасам да, жатсам да соны тыңдайтын едім қысқасы соны. Өйткені мен жақсы түсінемін оның сөздерін. Сондай жақсы көрдім мен ол кісіні. Жарқын жетіні мен сондай жақсы көрдім. Мен үшін басқасының бәрі керек емес. Біз ойладық, расында біздің әміріміз болады бұл кезде. Кейін осы Қытайға қарсы біз осы Қытайды аударып, осы сол жерде Шинжаңды тартып алып, сол кісі бізге әмір болатын шығар. Біз исламның туын тігетін шығармыз деген ойға барып, біз бері қарай мен айтып отырмын ғой, бағана менің мақсатым Қазақстан болған жоқ деп, мен осыдан сөйтіп мен 2012 жылы 2 айдың 28 күні мен Қазақстанға келдім. Қазақстанға келіп, Қазақстанда Жаркент деген жерде тұрдым. Жаркентте Шолақай деген ауыл бар, ұйғыр ауыл. Сол жерге келдім, сол жаққа келгеннен кейін Аягөзден келген бір жігіт бар екен, Абылай деп, бір Мұқаш мешіт деген мешіт бар. Сол мешітте бұл кісі имам екен. Содан мен айттым, сендер бұл жерде өздеріңше сақал қойып жүрсіңдер, ан жақта мұсылмандар қырылып жатыр. Мына сен Сыбияштың уағызын тыңдамағансың ба? Бұның уағызын сен тыңдамадың. Бүкілі әзір Қытайдағы жағдайдың міне не болып тұрғанын сендер көріңдер деп, мен сол кісіге де, мен осы ол кісі қазірде бар, мен сол кісінің уағыздарын тыңдаттым, өзім телефонымнан қойып. Міне жиғат жайлы бұл кісі бізді шақырып жатыр. Өйткені біздің сөзіміздің арасында Қытайға қарсы көтерілу деген сөз бар ғой, Сыбияштың айтқан. Енді ол шындық, ол жерде мен айтып отырмын ғой, менің мақсатым Қазақстан емес. Мен Қазақстанды мынандай жақсы көрген адам емеспін. Шыны керек. Діни уағыздардың кесірінен. Мен Қазақстан жайлы, мен анау көкту, немесе бір мына жақта елім бар, жерім бар, мен ел болайын, жер болайын деген ой менде болған жоқ. Шыны керек. Содан мен дүниеде бар ұлттың зияны шексіз ғой. Иә. Содан мен бағана Абылай деген жігіт айтты, бұл сендердікі дұрыс емес. Аягөзден келген қазақ жігіті, Найман жігіт айтты, сендердікі дұрыс емес деді. Содан бұл 2012 жылғы оқиға ғой. Содан бұл әңгіме сөйтіп өрбіп, содан мен бұны қойдым. Кейін аналармен хабарласам, мен айтам, бұл қате, бұл дұрыс емес екен деп айтам. Сөйтіп жүріп әйтеуір 1 жыл өтті. Содан документім шықпай менің. Біз ойладық баста. Келе салып документ аламыз деп. Яғни азаматтық куәлікті, Қазақстанның азаматтық куәлігін алып, мен әйел бала шағамды тастап, содан ары қарай мынау Нарынқұл деген жер бар, бәріңіз білесіз. Нарынқұлдың ар жағы Моңғолкүре деген жер бар. Шекара Қытайменен. Біз сол жақтан өтіп, кесіп өтіп,
содан ары қарай Қырғызстанға өтіп, одан ары қарай кетпекшіміз ғой. Сол жаңағы Моңғол күрө деген жерде қанша адам болып сендер дайындалдыңдар? Біз сол жерде 2,5 айда 3 ай дайындалдық, 2,5 ай нақ. Дайындалдық. Қанша адам? 300 адам. 300 адам сол Сирияға кетпекші болып дайындалдыңдар сол жерде. Тауында біз бағана суға басымызды малып дайындаламыз. Жүгіру, секіру, күресу. Жүгіру, күресу, футбол ойнау, өзімізді машықтан. Қару-жарақ болған жоқ. Қару-жарақ жоқ енді. Қысқасы шыны керек, ол Қытайда қару-жарақ болмайды ғой. Содан сол азаматтардың қаншасы жете алды Сирияға? Сирияға оның қаншасы жеткенін білмеймін. Енді мына жерде сіздер менің бұл сөзімнің шындық екендігіне мен дәлелім 2013 жылы ақпан айындағы сіздер осы нақ қайсы күн екенін білмеймін. 2013 жылы ақпан айындағы Қазақстан ұлттық арнасын көрсеңіздер, сол жерде айтады. Қырғызстанға өткен бағанағы ұйғырлардың немесе бағанағы діни радикалдар. Солардың 27-сінің атылғандығын айтады, 12-сінің ұсталғанын Қытайға қайтарып бергенін айтады. Соның ішінде бір адам жоқ болады. Оның кейін мен білдім, сол біздің бағанағы ең үлкен бас әміріміз мына Хотанның жігіті, ұйғыр жігіт Исамдин деген жігіт еді. Енді бұл жерде шыны керек, бұл жерде мынаның аты мынау, мынаның аты мынау деп айта алмаймыз. Себебі, мысалы менің атым Қамза болатын. Біреусінің аты Абдулла, біреусінің аты Ибн Оқас, біреусінің аты бәлен, сол сияқты бізде арабша қойып алған аттар. Арабша қойып алған. Сол сияқты қазақтың әбәдем аттарын арабшаға ауыстырып алған. Түсінікті айта бер. Бізде сол жерде бағанағы Жарқын жеті деген атты бізге ол бір жат болған жоқ біз үшін. Сондай бір ат шығар дедік, біз оны біздің әміріміз солай деп тыңдап жүрдік. Ол Жарқын жеттен тек қана Жарқын жет емес, бағана ол жерде Әсен Мақсұм бар, мынау Өзбекстанның Яманган деген қаласынан шыққан Мұхаммед Тайыр Фарух деген халықаралық дәрежедегі вахаби, соның бәрі біледі. Бағана анау қазіргі Сыбияштың бүткіл тілшілері біледі, ана халықарада сұраса біледі. Сондай анау биік зәулім қабат бар ғой. Зон биік Алматыда, соны неменедегі анау Америкада, соның бытшысын шығарды мысалы. Ол Әл-Қайда ұйымының адамы. Демек, Қытайдағы бағанағы Әсем Мақсұм бастаған ұйғырлар, бағанағы Әл-Қайда ұйымымен байланысы бар. Оның жанындағы екі қазақта байланысы бар. Оның аттарын білмейміз. Олар да бағанағы қазақ тақиясын киеді, бірақ ұзын. Киім киеді, ұзын. Киім киіп, бала қысқа, ей бауырлар, сендер Алла үшін күресіңдер, Алланың жолына шығыңдар. Анау деп Құрандағы Тәубе сүресінің 10 аятын оқиды. Ей сендер, о Құранда былай айтылады, ей сендер ойлайсыңдар ма, мынау мешіт салғандарды, мешіттің істеріне көмектескендерді Алла жолында соғысқанмен бірдей деп ойлайсыңдар ма дейді. Тәубе сүресі. Сода айтады. Бірдей деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, Аллахтың ойынша дейді да, Алланың ойынша дейді. Алла жолында соғысқандардың дәрежесі жоғары деген аят бар. Біз сол аятқа көп бағандағы біздің жүрегіміз қатты енді. Енді бұл осындай, бұл Қытайдағы бағанағы Сыбияш жайлы осындай әңгімелер бар. Біз бұның Жарқын жетінің уағыздары ғой сол. Енді мына оның Сыбияш екендігін, осы жаққа Серікжан Білаш екендігін мен 2016 жылы білдім. 2016 жылы мындай бір жағдай болды енді. Онда енді бағанағы мен енді ан жаққа бару мақсатымнан қайттым ғой енді, түзелдім ғой. Енді мен бағана молдекеңдер бар Қазақстандағы, солар бар, түзелдім мен. Сонымен 2016 жылы бізде мына Қазақстанның осы Алматыда ұлттық қауіпсіздігі шақырады бір күні. Ішінде. Шақырды ма, ұстауға барды ма? Шақырды мені соны. Кел, біз барсақ жаман болады деді. Мен ойладым, неге барам, не себеппен барам? Кел, Садыржансың ба? Иә мен. Содан бардым. Барып едім, маған бір жапырақ қағаз көрсетті. Мынау Бейжіңнен келген қағаз. Сенің үстіңнен түскен арыз бар. Қаншама адам сенің үстіңнен түскен мынау жазған қағаздар деді. Қарасам енді 300-ге тарта адам, ұйғыры бар ішінде, қазағы бар, бәрі бағанағы. Осы жерде түсінікті болу үшін мен айта кетейін. Мына Қытайдағы ұсталған азаматтар, Қытайдың түрмесінде жатқан азаматтар, біздің бұл түрмеге түсуімізге, бізді бұл жолға тартқан Садыржан Аният деп сенің үстінен арыз жазған. Ол мына жаққа запрос жасаған Қазақстанға, сонымен Қазақстанның ішкі істер жаңағы бөлімі сені шақырған жаңағы. Түсінікті болды, айта бер ары қарай. Сонда мен содан бағана осы сұраған менен осындай көп сұрақ болды. Сен не істедің, не қойдың, қалай болды? Мен айттым бәрін. Сол кезде мен
2016 жылы біз Қыдырәлі деген азамат бар, бәріміз білесіңдер, Қытайдағы қазақ мәселесі көші. Қыдырәлі Оразұлы. Қыдырәлі Оразұлы. Бәріміз жүріп осы Жарқын жеті деген атын лақтырып, бұл Серікжан Біләшбап біздің қатарымызға қойды. Мен сол кезде білдім, ой, мына кісі ме? Мына кісі екен ғой. Содан мен бұны бұл кісіге айттым. Серікжан Біләшқа. Өмірхан Алтын деген кісі білесіздер ғой, қай жылдар ада бір елбасының алдына датын айтады ғой, осындай Қытайдағы зұлымдық болып жатыр деп. Қай жыл сол? 2016 жыл болатын сол. Сол 2016 жыл мен Серікжан Біләшқа айтамын. Осындай қазақтар, серияға шығып кеткен қазақтар бар. 2017 жаңылыстым, 2017. Мен айттым, осындай серияға шығып кеткен Қытайдан қазақтар бар. Қойшы дейді, рас, мен соның бірімін. Шығамын, сен аузыңды жап, үндеме. Сен кейін хабарласам, міне хабарласам. Сонымен кейін бұның бағана ұлтжандылық бағана сөздер керематты, мен жақсы көрем оны. Мен Жарқын жеті кезінен бастап жақсы көрем мен оны. Егер ол маған бір бұйрық бер, мына балаңның көзі құрт десе, мен баламның көзін құруға баратын десе, сонда ол алған. Құдай сақтасын. Рас айтам. Мына әйелімді шығар талақ қыл десе, мен әйелім талақ қылатын едім. Әйелім, міне, сен бесілер мен әйелімнен барып сұраңдар. Сол кезде маған әйелім айтады, әйелім менің таяқ жеген тіпті. Шапалақпен бір тартқан сен Жарқын жетін неғып әйелге ұқсап тұрсың. Мынау қатын ұқсап бапылдап отыр, осы дұрыс адам емес, менен шапалақ жеген әйелім. Иә, сен айтпақшы айтып едің ғой, әйелім ұнатпайтын соны деп. Соны ұнатпайтын. Менен шапалақ жеген. Барып сұрауларыңа болады, қайсы қазақ болсын. Сондай дәрежеде. Саған қарағанда әйелің әлде қайда ақылды болған екен. Айта бер. Өжер сондай болды. Сонда бағанағы ұлттық қауіпсіздік мекемесі дегі бір жігіттер енді менен сұрады, бір қазақ жігіт бар, аты бір деме, оларды атын атын айтпайды ғой. Сұрады менен. Серікжан Біләшті танисың ба деді. Мен айттым, жоқ, танымаймын. Бұл қандай діни уағыздар айтып пе? Жоқ, ол айтқан жоқ. Ол іштемей қылмады, ол ұлтжанды азамат, ол қазақ үшін жүрген азамат, басқа ешқандай зияны жоқ. Сен оны жақсы көргеннен кейін өзіңнің басыңды бәйгеге тіге отырып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкіліне өтірік айттың, Серікжан Біләшті қолдап жаңа жерде. Өтірік айттым. Мені тіпті солар кейін ең соңында мен аппаратқа салды. Қаншалық сөзіне. Детектор лжи. Орысша айтқанда. Немене? Детектор лжи деп айтылады. Сол аппаратына салды, бағана саусаққа кесіп. Сол кезде маған айтты, 25% сөзің өтірік деді. Расында мен Жарқын жетіні жасырдым. Жақсы көрген себеп. Жақсы көрген себеп. Мен тіпті қолымды да қойып бердім. Бұдан 2016 мен 2017-ның арасында егер уахабилік бағытта бір сөз болатын болса, мен азаматтық менен жауап берем. Мен жазаландырдым, мен қолымды да қойып бердім. Енді мен саған сұрақ қояйыншы осы жерде. Мына Қытайдағы сенің үстіңнен 300 адам арыз жазған, ұсталған азаматтарды мысалға. Соларға сенің қандай кінәң бар бұл жерде? Олардың түрмеге түсуіне мысалға. Сенің қандай кінәң бар? Соны айтшы маған. Енді міне жерде кінәні қара. Сол бағанағы азаматтардың ішінде менің жақын бір жиенім бар, Ерболат Нұрсапа деген. Сол 2013 жылы ол әйтеуір шығып Қытайға өтіп келеді. Сонымен келеді да біраз жүреміз, біздің үйде 1-2 күн қонады. Содан ол кезде маған да бағанағы ол кезде мен қазіргі кімді танымаймын ғой, Серікжан Біләшті, бірақ ана Жарқын жетінің уағыздар бар еді менде. Соны сұрап тұрып алады қалап. Осыны берсең болды, басқа сенің ешқандай іштемеңнің керегі жоқ. Ойымда іштеме жоқ, менде болды деп бере салам. Мен оны бағана копиялап алып қалмаймын ғой. Бұрын негізінде копиялап таратады дедім. Мен өзім одан 10 шақтысын таратқам өзіміздің ауылда. Бір оны Мүбәрак деген жігіт бар еді, сол таратып беретін, сондай жасап. Көбейтіп беретін. Иә, көбейтіп беретін. Міне сонда ана кейін осы 2017 жылғы сұмдықта сол пляжға сол бағана Ерболат Нұрсапаның үйінен шығып қалады ғой. Яғни Ерболат Нұрсапаның үйін тексерген кезде Қытайдың полициясы келіп, соның үйінен жаңағы Жарқын жетінің уағыздары сақталған диск шығады да, сол дискінің кесірінен қанша жылға сотталды ол азамат? 14 жылға. 14 жылға сотталды ма? Ал енді бағана Ерболат Нұрсапа, менің жиенім, менің әйелімнің інісі бар. Менің әйелімнің інісі, менің балдызым яғни. Қуат Тұрсын дегенге бір өзін копиялап береді ғой. Және ол байқұста кетеді, ол 16 жылға кетті. Сонда бір кішкентай ғана, сонда бір дискі үшін соншама жылға неге соттайды сонда біздің? Оның ішінде бағана айтып отырмын ғой, сол кезде біздің сол ана шыққан, бағана соның ішінде Қытайға қарсы бүткіл
көтеріліс кылуу, Кытайга каршы жерди бөлүп алуу, Шинжаңды бөлүп алуу жайында сөздөр айтылган соның ішінде. Сен осы жерде мынаны айтшы маған. Жалпы Қытайдан келген біздің қандастарымыз негізінде Қытайдағы ұйғырларды жек көретінін мен байқадым осы күнге дейін. Енді сен қара осы жерде. Сен маған жаңа айттың. Негізі осы жарқын жеті өзінің уағыздарында біз жаңағы ұлтқа бөлінбеуіміз керекпіз. Барлығымыз мұсылманбыз, бір-бірімізге бауырмыз. Ұйғырларды жек көрмеуіміз керекпіз. Керісінше біз оларға көмектесуіміз керекпіз деп Қытайдағы қандастарымызды осы діни уағыздар арқылы алдап, мына ұйғырлар проблемасына кіріктірді. Соның кесірінен біздің қазақтарға да ауыз сала бастады Қытай үкіметі деп айттың ғой сен. Ол шындық қой. Ол мана бағанағы уағыздардың ішінде барады. Біз мұсылман, әлхамдулилля мұсылман бәріміз бауырмыз. Біз ұйғыр, дүнген, анау мынау деп бөлінбейміз. Біз мұсылманбыз. Біз Алла жолында бірігуіміз керек. Алла жолында көрісуіміз керек деген уағыздар бар. Жалпы сендер енді мен жақында ғана Қыдырәлі Оразұлыменен сөйлескен едім. Қыдырәлі Оразұлы айтады да маған, Қытайдағы қандастардың барлығы бұл жарқын жетінің жаңағы уағызына үйіп кетіп, барлығы радикал болған жоқ негізінде олардың. Сондықтан мына Қытайдағы қандастарымыздың қамалуына негізгі себепкер өздері деген сөзіменен мен жаңа Дүкен Мәсімханның сөзімен мүлдем келісе алмаймын. Ол кісі именно қытайларға керекті сөзді айтып отыр мына жерде деп айтып отыр да. Соған қарағанда осы қытайлар жаппай біздің қазақтарды тұтқындай бастаған кезде солардың ішінде жазықсыз адамдар да кетіп қалған сияқты менің ойымша негізінде. Сол дұрыс па негізінде? Жазықсыз адамдар. Мен енді бұл жерде жазықсыз адам кетті, кетпеді деп айта алмаймын. Енді мысалы менің бауыр туыстарым қазір намаз оқымайтын, бағана бауыр туыстарым мен намаз оқымайды. Жай өзімен әнін айтып жүргендер жүр, мен хабарласып жатырмын күні бүгінге дейін. Мен сол бағанағы бір жиенім кетті, әйелімнің інісі кетті, бағана қалған енді мен жанында жүргендердің бірнешеу кетіп қалды. Шыны керек. Олар намаз оқиды. Жарқын жетінің несін тыңдағандар үшін ба? Менің жанымда жүріп тыңдағандар. Мен бағана айттым, 10 шақты немене таратқан. Мен тура соларға берген жігіттер кетіп қалып отыр ғой. Мысалы соның және біреусінің атын айтайын. Құрманәлі Байтоқ деген жігіт. Мен бергем соған. Ол қанша жылға кетті ол? Ол да сол 13-14 жылға кетті. Мен оны білмеймін толық. Мен жақын туысым емес қой. Жалпы былай ғой. Сонан кейін Ерзат Әбізайт деген менің артында жүрген жігіт. Мен соған да бергем соны тарап. Міне бәрі кетті. Енді жалпы былай ғой. Масқара жағдай болыпты енді мынау да, Садыржан. Жалпы мына Қытай үкіметі мына ұйғырларды жамандап, ұйғырларды бір радикал етіп көрсетіп, сепаратист етіп көрсетіп, өздерінің ұйғырларға жүргізіп жатқан геноцидтік саясатын жасырып, керісінше ұйғырларды осындай радикал ұқсатып көрсетіп, осындай лас саясат жүргізіп жатыр да қазір әлемге. Соның ішінде сол саясатын біздің қазақтарға да жүргізуі мүмкін бе алдағы уақытта? Мені осы мәселе қатты уайымдатады негізі. Енді бұл жерде бағанағы Дүкен Мәсімханның да айтпақшы ойы осы. Дүкен Мәсімхан оның айтпақшы бағана Дүкен Мәсімханның сөзін қиып алып, анау Сыбылаштың жақтастары ойбай мына бүйтіп айтты, сөйтіп айтты деп, ол енді о жақтағы бағана діни бағытпенен қысуы мүмкін. Қысуы әбден мүмкін. Ол діни бағытқа мысалы айналайын ағайын енді, сен өзіңді білесің ғой құрал. Сенің жеріңді келіп, мен бөліп алам мына жерді деп, мысалы ұйғырлар, немесе ана дүнгендер айтса, не боласың? Ол әрине біз ондай кезде қарсы боламыз. Бірақ ол Қытай үкіметі ұйғырлардың жерін басып алған ғой негізінде. Оны мен басып, бір сүйем жер үшін олар жанын береді Қытай. Бір сүйем жер үшін. Ол саған міне мына ұйғырдың жері екен деп бере сағал тұрған жоқ. Ол басып алды, ол жаулап алды, шын ол. Бірақ енді оны бере сағал тұрған ұйғыр жоқ, Қытай жоқ жерде. Енді ұйғырлар өздерінің тәуелсіздігі үшін, сол жерін қайтарып алу үшін күресіп жатыр да бұл жерде. Мәселе осы. Олардың мына ұлттық құндылықтарын олар дінменен шатастырып жатыр да қазір мына. Бірақ бұл жерде дұрыс, ұйғыр өзінің немнесі үшін күресіп жатыр. Тәуелсіздік үшін. Бірақ бұл жерге қазақты іліктіріп жатқан бағанағындай діни уағыздар. Жалпы мына кім Сайрагүл Сауытбайдың өзі айтқан болатын негізінде бұған дейін да. Жарқын жетінің уағыздарын тыңдаған және таратқан адамдарды Қытай үкіметі жаңағы Қытайдың қауіпсіздік қызмет өкілдері маған айтты дейді да, осындай қамаймыз осы Жарқын жетінің жаңағы уағыздарын тыңдаған және таратқан адамдарды деп негізінде. Ал енді ол Жарқын жеті қазір Қазақстанға киеліп, мысалға да мына жақта. Қытай үкіметі біздің қандастарымызды нақақтан нақақ кәдімгі қамап жатыр деп кәдімгі айдаспанға бірақ шығарып кәдімгі Қытайды жер-көкке сыйғыздырмай жамандап жатыр ғой бұл жерде. Мен де Қытайды жақтап жатқан жоқпын бұл жерде. Қытайдың ол саясатын мен де қолдамаймын негізінде. Зұлым саясат. Бәріміз қолдамаймыз ғой. Бірақ енді осы негізгі осы Қытайдағы қандастарымыздың қамалуына сол
жаңағы жарқын жеті, яғни Серікжан Бияштың өзі екенін мына халыққа біз қанша рет түсіндіріп айтып жатырмыз ғой мына жерде, бірақ білмеймін ғой, дүбәрә болып қалған кәдімгі, бұлар да түсінбей жатыр ғой көбісі мына жерде. Сен енді осы біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті сен тергеді ғой жаңағы жерде. Сол тергеген кезде жаңағы сен қолдадың дедің ғой осы Серікжан Бияшты, айтпадым, жасырып қалдым дедің. Бұл үшін жаңа жерде саған ескерту берілді ма, егер өтірік айтатын болсаң? Ескерту берілген. Қамаласың. Ескерту берілген маған. Сен осы сөзіңе өтірік араластырсаң, сен заңды түрде жауап бересің. Бірақ мен айтып отырмын ғой. Әйелің талақ қыл десе, мен әйелімді талақ қылуға дайын. Ол жаңа қайталап айттың ғой мен де, оны енді не қылмай қайталап айта бермейік енді бұл жерде. Жалпы осы сен өзің ақын екенсің, өлең шығарады екенсің. Осы сен мына Қазақтың Ақжүніс бағдарламасын жүргізген, Сәуле Әбілдахан қызын да жамандап байдан байға тиіп жүр деп өлең шығарыпсың. Енді мен кешірім сұраймын осы жерде. Тоқтай тұршы, сен осы өлеңді кім саған шығар деп айтты негізінде? Мен осыны жайлы енді бір айтып, Сәуленің өзінен де бір Сәуледен кешірім сұрағым келмей ме осы үшін? Жоқ, сол үшін кешірім сұрағым келеді. Сол кезде Қыдырәлі Оразбенен барып, Сәуле бір нәрсе жайында ұрысады. Серікжан сол ата жұртқа барып, Соңын Секең мен жекешіме айтады. Ей, бір мәліметтер біледі. Мынау байдан байға жүрген бай жоқ қатын. Бір мынаған бір әкесіне танытып бір өлең жазып қоймайсың ба дейді. Мен сол жерде өлең жазамын. Байдан байға жеткізген әйткен бүйткен деп ауыр сөздер жазамын. Өйткені мен Сәулені толық түсінбеймін. Мен сол үшін қатты ұяламын Сәуленің алдында. Сәуле, кешір мені. Сәуле Әбілдахан қызы деп Сәуле Әбілдахан қызы, кешір мені. Қатты ұят болды. Енді ол кезде мен айтып отырмын ғой, Серікжан Білаш маған бір бұйрық берсе, мен бәрін істейтін едім. Мен қаншама өлеңдер жаздым, қаншама кісілердің. Енді Садыржан, надандықтың да бір шегі болу керек қой. Соншама осы жаңағы Серікжан Бияштың ақ дегенін, алғыс қара дегенін қарғыс деп соған соншама құдайдай табынып мысалға да керек болатын болса Сәуле Әбілдахан қызының өзінің жүрегіне тиетін жаңағы өлеңдер жазып енді масқара мына тірліктердің негізінде да. Бұл енді қателігіңді мойындағаныңа да рахмет жалпы. Ол кешірім сұраймын. Жаңағы адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапса дейді ғой қазақ айтады. Жарайды мейлі. Так, басқа айтарың болса айт енді, болмаса мен эфирді өшірейін, адамдардың уақытын алмайын. Бұл жерде мен және бір айтпақшымын, бұл жерде бағанағы сөздің аяғы тоқедері, бұл жерде бағанағы енді жарқын жеті, яғни қазіргі Серікжан Білаштың ойбай деп қазір қалқарада көтеріп жүрген, ойбай Қытайдағы қазақ судан ақ сүттен тұнық еді деп жүрген мәселесі жайлы оның Дүкен Мәсімханның айтқан. Ана үйді оны кесіп алып салып жатыр ғой. Бұл жерде ол адам болғаннан кейін, біз өзіміз дінде жүргеннен кейін сол бағытта соншылық адасқаннан кейін біз біліп отырмыз. Соны айтып отырмын мен. Дүкен Мәсімхан жерде өтірік айтқан жоқ, шындықты айтты. Осы жағында ескерте кеткім келеді. Және енді бұл жерде біздің бағанағы бәріміз бір әлхамдулилла мұсылманбыз, біз ұйғыр қазақ бір туғанбыз, біріміз үшін біріміз құрбандық береміз деп бізді ұйғырға таңған осы қысқасы Серікжан Бияш. Жарқын жеті бауырымыз еді. Енді оны біз кезінде айтып отырмыз ғой. Яғни Серікжан Бияш. Серікжан Білаш. Сондай жақын болып кеттік солардың арқасында. Кейін келіп мына жаққа келіп, о жақтағы қазақтардың, Қытайдағы қазақтардың ұйғырмен бір бағытта болса, олардың қамалатындығын, түрмеге тоғылатындығын біз осы жаққа келіп түсіндік. Көзіміз көріп те жатыр оны. Менің айтарым енді сол, енді ел жұртқа айтарым, сіздер Қытай айтады, жауыз халық өзі Қытай, ол айтады. Шетелде жүрген әрбір ұйғырды ол вахабист дейді Қытайлар. Ол ұйғырмен байланысы бар, әрбір қазақты аямайды ол. Бұл шындық, ақиқат. Иә, біз білеміз оны. Мен осыны айтқым келеді, сондықтан бұл жерде қатты кіріп кетудің керегі жоқ деп ойлаймын. Мендей Серікжанның артына кірген, мендей Серікжан адал болған, табынған, мендей табынған, мендей панат болған ешкім жоқ. Зомби болғасындар ғой, реальный зомби болғасындар. Өздерің білесіңдер ғой, қаншама адамдардың лақтырылғанын өздерің білесіңдер. Енді оның атын атап түстесем мен жерде енді ұзақ әңгіме болады, оны әркім өзі білсін, өзінің санасына салайық. Жарайды, аяқтата бер болды. Жақсы онда, Садыржан, рахмет осындай тікелей эфирге сұхбат бергеніңе. Алдағы уақытта мүмкіншілік болса, басқа да осындай тікелей эфирге шығаруға сені тырысамыз. Басқа да жаңағы
айтатын сөздерің болатын болса, айтатын боласың алдағы уақытта. Әзірге осымен эфирімізді аяқтайық. Мына адамдар қарап отыр екен, 80 адамнан астам адам қарап отырды, жаңа уақытын алмайық. Жақсы онда, Садыржан. Жалпы бұл жерде мынау Серікжан Бияштың Жарқын жеті деген лақап атпенен біздің Қытайдағы қандастарымызды арандатып, түрмеге қаматып, өзі чудным образом жаңағы қашып құтылып ол жақтан да, мысалы. Қазір мына жаққа келіп, дым болмағандай бір тура өзін бір ұлтшылық етіп көрсетіп, дінге қатысы жоқ адам етіп көрсетіп сөйтіп жүргеніне біз күйеміз да, мына жақта мына халықты алдап жүргеніне, арандатып жүргеніне мысалы. Жалпы бұл мына радикалды ағым өкілдері бар ғой, қашан да бұл қазақтың салт дәстүріне қарсы болады. Олар қашан да қазақтың ұлтшылдарына қарсы болады негізінде. Сен айтып отырсың өзің. Қазақтың мына кім Аятжан Ахметжан деген азамат айтқан болатын негізі саған дейін. Ол жаңа Қытайдағы қандастардың арасында мына қазақтың әз-наурыз мейрамы мысалға бұл шамандардың мейрамы. Мұсылмандар бұны тойламауға тиісті деп айтқан болатын дейді. Сейіт Керейді айтқан. Иә, соны мысалға сен тіпті сол наурызбен бірге сол наурыз көжесінде ішпей қойғаныңа таң қалып отырмын да. Не деген адам деген тобыр болу керек мысалға. Сондай болды. Мен Құдай сақтасын, ондай болып көрмеппін, болмаймын да, жеке басқа табынбаймын. Жақсы онда, Садыржан. Мақұл, жарайды.